Hey достым, видеоны көрмей жатып, 1 минут уақытында бөле тұр, я. Дәл осы видеоның астына комментариясына мен туралы көптен бері не қызықтырып жүр және мен туралы не білгің келеді, сол туралы бүкіл сұрақтарында астына жазып кетіңдер, мен барлығын оқитын боламын, я. Сендердің әрқайсысының ойлары маған өте маңызды. Бізден неге десеңдер, бізде келесі видео сұрақ-жауап видеосы болады, я. Сондықтан астына мықты сұрақтарını жазып кетіңдер, мен барлығына жауап беретін боламын, я. Любой сұрақтарını қойып кетіңдер, мен барлығына жауап берем. Енді көп созбай видеомызға кеттік. Ассалаумағалейкум достар, сендермен әдеттегідей мен Орама. Бүгінгі видеомызда мен қалай оңай пуш жасауға болады, яғни қалай оңай кубок көтеруге болады деген сұраққа жауап беретін, және сол туралы өзімнің мықты таңдаулы мықты өзімнің 5 советімді айтатын боламын. Бұл советтер саған міндетті түрде көмектесетін болады. Сондықтан дәл қазір каналға жазылып, лайк басып, колокольчикті басып қойды ұмытпа. Ендеше біз кеттік. Бірінші совет менде былай болады. Яғни бравл ойнайтын любой адамда негізінде өзінің пландары болу керек. Яғни мен именно осы сезон мына персонажды апыт етем, осы сезон мынанша кубок апыт етем деген сияқты әр адамда план болу керек. Егер сол пландар болса, сен алға қарай ұмтыласың және сол пландарды орындауға тырысасың, және де ол міндетті түрде орындалады. Егер сен сол орындауға бар ынтаңмен сөйтіп тырыссаң, иә. Мен мысалға өзім осы сезон 17-ке жетем деп пландадым, және де изи жеттім, иә. Ал бізде екінші совет былай. Негізінен бравл бастаған кезде тек бір өзің емес, қасыңа бір или екі адам бірге бастасаңдар, бұл тіпті жақсы болады, саған плюс болады. Неге? Өйткені сенде бравлға желание кеткен кезде ол сені тартады, ода желание кеткен кезде сен оны тартасың. Сөйтіп әйтеуір екеуің бірге дамисыңдар, иә. Мысалы, мен бравл бастаған кезде өзім бастаған жоқ, бірінші мен бастадым, сосын інімді тарттым, иә, типа қызық ойын, анау келсе дейін. Сөйтіп екеуміз бірге бастап, қазір ол менен жақсы ойнайды, иә. Екеуміз бірге мысалы твинктарда неше аккаунтты бірге көтердік, иә. Общем, саған плюс болады, иә, егер қасыңда бір жақсы ойнайтын адам болса. Үшінші совет менде былай болады. Сен қолың бос кездердің барлығында тупо бравл ойнауға тырысуың керек, иә. Мен саған задрот бол демеймін, бірақ барынша ең болмағанда күніне 2 или 3 сағат ойнауға тырысуың қажет. Иә, мысалға мен лично өзімді айтатын болсам, мен күніне 7 или 8 сағат уақытымды осы бравлға бөлем, яғни бравл ойнаймын 7 или 8 сағат. Білмеймін, бұл мен үшін көп пе, білмеймін, мен нормально деп ойлаймын. Мысалға, көптеген ютуберлар бар, задрот, бірақ негізі мен задрот бол дегенді қолдамаймын, себебі ол тәуелділік, ол уже ауру, иә. В общем, солай ең болмағанда күніне 2 или 3 сағат осы бравлға уақытыңды бөлуің керек, ойнауың керек бравл. Төртінші совет менде былай. Сен бравл ойнағанда бір дерзко, прям жестко музыка қойып ойнасаң, саған тағы бір плюсик болады. Саған типа мотивация демеймін, бірақ жақсы ойнауға кішкене болса да өзінің көмегін тигізіп тұрады, я. Мысалға мне мынандай примерно осындай музыкалар болса. Sub-Zero. Я сам заморозил время твоего эфира. Я Sub-Zero. Sub-Zero. Я Sub-Zero. Я сам заморозил время твоего. Менің соңғы ең соңғы золотистый советім саған былай. Егер сен қатарынан былай минусовать етіп жатырсаң, онда саған зачем керек ойнап саған? Онда сен дәл сол кезде резко ойынына шығып кет, иә. Сен
былай примерно 1 или 2 сағаттан кейін кірсең, сенде барлығы жақсы болады. Мен үнемі солай жасайтын боламын емес, үнемі солай жасаймын. Мен негізінде көп минус ауа жетем, және ойыннан шығып кетіп қайттан кірсем, бүкіл агрессиямды басып, бүкіл ашуыңды басып кірсем, барлығы нормально болады. Қатарынан ұтып жақсы пуш жасаймын. В общем, солай. Егер де бүгінгі видеода айтылған менің 5 советтерім саған қандай да бір өзінің пайдасын немесе көмегін тигізсе, мен сен үшін өте қуаныштымын. Сендерге видео ұнады деген ойдамын. Сендермен бірге болған Рома, қош сау.